Кіші ақ құтан. Бұл құсты қалай танып аламыз? Кіші ақ құтан нәзік, аппақ барлы құс. Оны басқа қарқаралардан ажыратып тұрушы ең шекараға белгілері. Тоқ қара реңлі, ұзын һәм қара. Бірақ пәнжелері, бармақлары ашық сары реңде. Тап сары шолақ кигізіп алғандай. Бақарда басында екі ұзын һәм сұлу пәрлер пайда болады. Ол қай жерде жасайды? Бұл құстар суды жүдә жақсы көреді. Олар текарнан дария жағаларындағы қамыслықларда, көлдер һәм батқақлықларда жасайды. Амудария, Сырдария һәм Заравшан дариясы тарапында ұшырасады. Кіші шебер аңшы. Ол суда қозғалмай тұрып, өтіп бара тұрған жемтігін тезлікпенен ұстап алады. Оның менюсінде майда балықтар, құрбақалар, су шыбын шіркейлері бар. Олар қамыслар арасында ямаса, су үстіндегі бұталарда үлкен топар болып ұя салады. Ана ақ құтан май айында 4-5 майы қояды. Майектен шыққан шөжелер бір ай ішінде ұшуды үйреніп алады. Олар қыста ыссы өлкелерге, Африка һәм Құбылы Азияға ұшып кетеді. Бахарда болса, және отанымызға қайтып келеді. Тірекке қарсы дарияларда су азайып кетуі һәм қамыслықлардың жоқ болуы себепті бұл құстардың саны азайып бармақта. Су бассейндерін батасандырмау, олардың ұяларына зиян жеткермеу, табиғатты сүю һәм қастерлеп сақлау. Дүние бойынша бұл құстардың саны көбейіп бармақта. Бірақ Өзбекстанда олар сирек болып есептеледі. Соның үшін оларды аулау қатаң қадаған етілген.